Сәлем достар, біздің YouTube арнамызға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода Тараздағы ең әдемі саябақтар жайлы сөз қозғаймыз. Бүгін бізде қонақта Макси есімді досымызға сөз берсек деп отырмыз. Сәлем достар, осы арнаға шақырғаныңыз үшін алғысым шексіз. Нурик, олай болса, Тараздағы саябақтар туралы азаматтардың пікірлерін сұрастырып көрейік. Сәлеметсіз бе? Атыңызды білуге бола ма? Сәлеметсіз бе? Әрине, есімім Мейірім болады. Тараз қаласында ең әдемі саябақ қайсысы деп ойлайсыз және не үшін? Менің өзіме ұнайтын, әрі әдемі өзіме солай көрінетін саябақ ол Тұрар Рысқұлов атындағы саябақ болып табылады. Өйткені Абай Қонаевада тұрған кезде жолдасыммен бірге кешкі серуенге сол саябаққа баратынбыз. Және оның бір жақсы жері ешқандай жасқа қатысты ешқандай шектеу жоқ. Яғни ол жақта еңкейген қариядан еңбектеген балаға шейін сол саябақта серуендеуіне болады. Яғни бұл дегеніміз отбасылық серуенге өте жақсы орын. Бір жағынан кең ауқымды әрі отыратын орындар көгалдандырылған, табиғатқа жақын, сонысы өте қатты ұнайды. Рахмет пікіріңіз үшін. Нурик, сенің ойынша Тараз қаласында ең әдемі саябақ қайсысы? Макси, мен ойымша Тараздағы ең әдемі саябақтардың бірі Жеңіс саябағы. Өйткені ол жаңадан салынған саябақтардың бірі, және ол жерде жақында ғана Ұлы Отан соғысына арналған музей салынған, спортшыларға арналған мүмкіндік жақсы, және де катамаранмен кәшенуге болатын жағалау салынған. Құрметті достар, мен сіздерге Марат Ильясовтың Таразға арналған әнін айтып берейін. Кернейдің үні үзіліп, керуен көшкен тізіліп, сыңғырда сыңғыр шолпысы, сұлулар күлген сызылып, тамаша қала Таразым, қараймын саған қызығып. Таразым менің Таразым, тарихи әсем қалысың. Теріскей жақта ұлы шу, түбіңде мөлдір таласың. Қызғалдақ өнді қыздарың, табады жанға жарасым. Таразда туған ғалымдар, Сәлем, сенен сұрауға бола ма? Осы жерде ата-анаңмен жүрсің ба? Иә, біз саябаққа ата-анамызбен серуенге шықтық. Олай болса, өзіңді таныстырып өтсең, атың кім? Қай сыныпта оқисың? Менің атым Нұраділ, 7-ші А сыныбында оқимын. Нұраділ, қалай ойлайсың? Бүгін қандай халық ақынының туылған күні? Мысалы, Нұрғиса Тілендиев, Кенен Әзірбаев, Дина Нұрпейісова, Ықылас Дүкенов, Жамбыл Жабаев, Абай Құнанбаев. Жамбыл Жабаев. Жарайсың. Нұраділ, өзіңнің туған жері Таразға қандай өлең немесе тақпақ айтар едің? Тақпақ айтам. Күмбірде күмбір керуен, сырнайлы сыңғыр серуен. Таразым жеткен бұл күнге мыңдаған жылдар төрінен. Тоқыса мөлдір таласым, арулар тапқан жарасым. Таразым менің жалғаған батыс пен шығыс арасын. Жарайсың, Нұраділ.
Сәлем, сенен сұрауға болады ма? Осы жерде ата-анамен жүрсің ба? Иә, біз саябаққа ата-анамызбен шықтық. Олай болса өзіңді таныстырып өтсең, атың кім, қаншасыншы сыныпта оқисың? Атым Айдана, 4-ші А сыныбында оқимын. Айдана, қалай ойлайсың, бүгін қандай ақынның туған күні? Мысалы, Кенен Әзірбаев, Нұрғиса Тілендиев, Абай Құнанбаев, Жамбыл Жабаев. Бүгін Жамбыл Жабаевтың туылған күні. Айдана, өзіңнің туған жерің Тараз қаласына қандай өлең немесе тақпақ айтар едің? Мен тақпақ айтар едім. Кен жазық отан мекенім, сенде өсіп көктедім, сені қорғау парызым, мұны біліп өтемін. Айдана, жарайсың, жақсы айттың. Құрметті достар, халық ақынның Жамбыл Жабаевтың «Балама хат» атты әнін айтып берейін. Хатыңды ботам оқыдым, халыңды білдім сапардан, қуанып саған отырмын, гвардеец атанған. Сұраншы саурық секілді болыпсың балам қаһарман, қайтармай жаудан бетіңді қаптаған қолға қасқарған. Жазыпты сәлем достарың, сөздері семсер секілді, құрыштан құрып қақталған қырауыр елден тоғысып, жігіттер еді атанған. Нұраділ, тағы қандай өлеңдерді білесің? Туған жерде жер болмас, атамекен жерім бар. Туған елде ел болмас, қазақ деген елім бар. Туған жер алтын бесігім, алтынмен жаздың есімін. Ғажайып неткен көркін ай, шіркін ай. Туған жер алтын бесігім, алтынмен жаздың есімін. Ғажайып неткен көркін ай, шіркін ай. Туған жер деп жүрегім дүрсіл қағып соғады, бір өзін деп тілегім жанар оттай жанады. Туған жер алтын бесігім, алтынмен жаздың есімін. Ғажайып неткен көркін ай, шіркін ай. Мынау менің туып өскен жерім бе, мынау менің сан жүгірген белім бе, мынау менің алтарысты туысқан аспаралы асқаралау елім бе, мынау менің алтарысты туысқан аспаралы асқаралау елім бе. Шынымен ақ кеткенім бе, шалықтап жас балаша тұрмын бәлдеу қалықтап, көз алдымнан мұнарлайдай ыстық жас қарайыншы тағы да бір анық.